Йо, бәріңе сәлем достар, сіздермен бірге мен Раука, яғни достар бұл менің Roblox каналым, так что достар давайте осы каналға тіркеліп, және де осы видеоға достар лайк басуды ұмытпаймыз. В общем достар, бүгінгі видеода бізде Хаги Вагидің 4 түрлі эволюциясын көрсететін болам достар. Я өздеріңіз видеоның превьюсынан байқағандарыңызда достар, мына жақта просто қарасаңыздар, бәленбай ойыншық бар, қараңыздар. Мына жақта мынандай персонаждар елде білсеңіздер достар. Егер любой бір персонажды танитын болсаңыздар, оны давайте комментарийға жазып кетейік достар. Қайсысы ұнайды, қайсысы ұнамайды, соның барлығын мен оқитын болам. В общем достар, бізде мынаяқта мінекей біздің керегі. Так, не болып қалдым мен? Ойла, мен невидимыйға айналып кеттім бе, өзі не болды? Нағырыңыздар достар, мен басым көрінбейді. То есть так, мен қақтам. Так, что түсінбедім достар. Давайте қазір біз онда мынаяқта не дейді? Мен неге айналып кеттім өзі? Так, пойти. Достар, мен поезда по танкіге айналып кеткенім қалай кетті? Ема, достар. Так, достар, онда біз бітеміз қазір. Қақтан аяқта бізде. Так, нан басамыз. Все, достар, біз қазір адам болып, в общем, өзіміздің персонажға айналып кетеміз қазір. Все, достар, енді бізге керегі мінеки достар, анау отырған Хаги Вагиді достар, соған барып, и сол Хаги Вагиді аламыз достар, қараңыздар. 1, 2, 3 кеттік ал. Так. Опа, мына қараңыздар достар, просто мына Хаги Вагиді қарсаңыздаршы. Ема, достар, мына қараңыздар. Мына қараңыздар. Ашин бір орында тұрсақ достар, мынаның түрі милый андай бейт. Сүйкімді біреуге айналып кетеді. Ал егер бит жүретін болса достар, просто мынаның күлкісін қарсаңдаршы, тістері деу болып кетеді. Мына кәдімгідей қорқасың мына достар. Анау не ол? Так, достар, мына қараңыздар, просто жүрген кезде мынаның тісі деген кәдімгідей деу кетеді. Ал егер жүгірсек, мына қараңыздар, достар, зомби қосып кетті, кәдімгідей көз аппағандай привидение қосып кетті, духқа ма немене білей. Достар, мына қараңыздар. Егер достар осындай үйлеріңізге түнде келіп, ойлап қараңыздар, өздеріңіз жалғызсыздар, қорқынышты болады достар. Мына жақта бізде мынандай розовый бар екен, яғни бұның әйелі ма, қызы ма, в общем, сондай бір не бар, персонаж бар. Яғни соның егізі ма, в общем, сондай түсінбеймін достар не екенін. И мына жақта тағы да мына қараңыздар, екі басты, просто достар, мына қараңыздар. Мынандай көріп педіңіздер достар, екі басты Хаги Ваги достар, просто ойлап қараңыздар достар. Екі басты Хаги Ваги. Мына жақта мынандай вообще қорқынышты Хаги Ваги бар достар. Бұның аты Мистер Хаш деп аталады. Ал мынау екі басты Хаги Вагидің аты так Спагетти деп аталады достар. Мына қараңыздар, спагетти дейтін не бар ғой, тамақ бар ғой достар. Вот типа сол сияқты ғой. Просто достар, мынау Хаги Ваги мен мынау Хаги Вагині салыстырып қарасаңда, қайсысы қорқынышты, соны давайте комментарийға жазып кетейік. Мен ойымша достар, мынау екі басты Хаги Ваги вообще прям қорқынышты сияқты деп ойлаймын. Себебі просто нағарсыңдар, қолдарын қараңыздар. Достар, бұны алу үшін бұның басы мен қолын алу керек, тауып алу керек достар. Мен бір жер білем бұны қалай алатын, яғни бұны жинау керек достар. Так, біз ең алдымен бізге далаға шығу керек достар. Далаға шығу үшін біздер қазір мына жаққа қарай фу деп айдаймыз. И мына жақта так бізде так тоқта. Өліп қалдым ғой мен. Так, достар, бізде далаға шығатын бір жер бар, соны әлі пока таппай жатырмын. Так, біздер қайтадан адамға айналып кеттік. Так, далаға шығатын мына жақта тұр екен достар, міне мына домалақтың ішіне кіреміз қазір. Так, ең алдымен біз Хаги Вагиді аламыз. Оппа, давай. Так. Давай. Все достар, Хаги Вагиді алдық біз. Енді мінеки достар, осыған кіреміз, кеттік ал. Бум! Қақа түсіп кеттім мен. Достар, қараңыздар, ойбай, айналып жүр ғой, прям ауада қалқып парашюттан секірген сияқты достар, қараңыздар. Қараңыздар, шифтті бассам мынандай көз аппақ болып кетеді. Әшейін естісем клыктар деген, көзінің клыктар деген дөу кетеді. Так, мен өліп қалдым достар. Мен что-то анау түсінбедім, далаға қалай шығады мен. Негізі дұрыс шыққан сияқтымын достар, сояқтан шығады, әйтпесе басқа шығатын жер жоқ. Так, біздер аламыз қайттан. Давай, ал. Так, все, кеттік, алдық достар. Енді. Так, жүреміз. Так, так, қайттан түсіп кеттім ғой мен,
Достар, в общем, анау неге шығу үшін бізге бір нәрсе керек па? В общем, соны түсінбедім достар, қалай шығатынын. В общем, далаға. Себебі достар, мен кәдімгі жерге қарай құлап кете жаздадым. И так құлап жатырмын ғой мен ауадан, кәдімгідей парашют сияқты секіріп достар. Мен одан достар сіздерге басқа персонаждардың түрлерін көрсетейін. Сіздерге ұнап жатса, оны давайте достар лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп, және де пікірлеріңізді комментарийға қалдырып кетіңіздер достар. Я мына жақта нағарыңыздар достар, мынандай бізде ACP ма, не ол? Мынандай бір нәрсе бар, нағарында зомбиға ұқсап кеткен. Мынау так мына аты достар мультфильм кошка дейді. Нағарыңыздар, мынандай персонаж нелерден көріп пе едіңіздер, мультфильмдардан достар. Енді сіздер мынаны білесіздер мына достар. Поцелуй Мисси дейді. Енді бұл менің персонажымның аты достар обнимашки деп аталады, яғни Хаги-Вагидің обнимашки. Мына қараңыздар, қолын махат етіп отыр ғой, кәдімгі привет деген сияқты достар, енді өзінің несі сияқты. Так, мына жақта бізде сатып алу керек па? Жоқ, керек емес бізге. Бұның барлығы донат достар, шын ақшаға сатып алатындай, бұл маған керек жоқ. Так, мына жақта бізде робот па, не ол? Вилли дейді достар. Мәссаған, Вилли деген көріп пе едіңіздер? Вилли. Так, что-то мен ондай вообще естімеппін Вилли туралы. Мына жақта Киви дейді достар. Аттары немене бәлем мыналар достар, мына қараңыздар. Киви дейді. Мынандай көріп пе едіңіздер? Мынандай персонажды қолына қазық ұстап алған қарсыңыздар достар. Мына жақта бізде женский дейді. Мына жақта письмо не дейді? Настоящее дейді. Өлә, мынандай персонаждарын бірінші рет көріппін достар. Мен только анау Хаги-Вагидің несін күйеу деп бұңым шайып отырмын достар. Ренжімеңіздер, мынандай қызы әйелі ма, в общем, сондай бір нәрсе бар. Мынандай көргем. Так, мынандай көрмеген бір көзді. Так, мынандай бізде дрон дейді, квадрокоптер ма, так, сондай бір зат, в общем. Мына жақта бізде неоспамтона дейді. Мынандай вообще көрмеген достар. Мына қараңыздар, қақ-бұра паукқа ұқсаған достар. Эль Коко дейді аты. Мәссаған достар, мына қараңыздар. Мына жақта Сони ғой мынау, Лорд Икс дейді. Мына Сони ма, немене бәле, соған ұқсайды екен достар. Бірақ та мынау қорқынышты түрі ма, сондай ғой да. Мына жақта бізде Буба дейді достар, шахмат дейді. Мына жақта Высокий Дэйв дейді ма, не дейді мынау. Мынандай персонаж бір аяғы жоқ. Мынандай көріп пе едіңіздер? Мына жақта вообще Высокий Бэмби дейді достар. Қолына не ол, қолына не еді мынау? Ой, аты қандай еді достар? Ой, атын ұмытып қалдым. Қолына не ұстап алған достар? Шөп не істейтін, шөп таситын бар ғой анау. Аты не еді? Сондай ұстап алған, в общем. Так, мына жақта мынандай көрмегем. Мынау бағана айтып өткендей. Мына жақта бізде тағы да Хаги-Вагидің екінші түрі. Так, бұны аламаймыз да? Алайбай, мен өліп қалдым мұнан. Так, біз қайтадан басынан бастап шықтық. Так, жарайды, өзіміз осындай адам болып қасына бара берейік достар. Мінеки достар, жаңағы мен көрсетіп отқан персонаж, нағарыңыздар, Хаги-Вагидің достар қолына мынандай ағаш ұстап алған ба? Жоқ, мына қолы ғой достар, мына қолы ғой, Мәс, Айбай достар, мына қараңыздар. Біреу айналып кетті мынаған. Айбай, мына қараңыздар, қолында өзінің қолын кесіп алған ба, бір нәрсе алған, и соны өзінің екінші қолына ұстап алған ғой, сол өзінің қолын. Мәссаған, мына қараңыздар. Мына чоз адам мынау. Мына түрін қараңыздар достар, айбай. Прям қорқынышты екен достар. Жестко. Мына жақта басқа персонаждар жоқ екен. Мына жақта не дейді, бродяга дейді, мыналар уже қызық емес достар. Маған ең қорқыныштысы мынау болып тұр достар. Мына қарасаңыздаршы, қолының тырнақтарын ай. Мына бойы ұзын достар, еще мистер деп тұр ғой, аты енді мистер деп бастық сияқты қылып өзін айтып тұр ғой достар. Мистер Хаш па? Мистер Хаш деп атаған екен өзінің атын. Бір аяғы жоқ, енді осындай достар. Осымен достар, бізде видео аяқталды. Егер де сіздерге видео ұнаса, достар, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Сосын барып мынандай Хаги-Вагиге айналсын десеңіздер, онда давайте видеоға 100 лайк жинап тастайық достар. Сол кезде мен осындай Хаги-Вагиге айналып басқа адамдарға пранк істейтін боламын достар. Что там осындай идея қалай сіздерге ұнап жатса, онда давайте комментарияға жазып кетеміз, лайк басамыз, каналға тіркелеміз. Сіздермен бірге болған мен Раука достар. Келесі видеоларда көріскенше аман сау болыңыздар достар. Давайте.